Простатиттен құтыла алмай жүрсіз бе? Простатит мазалап жүрме? Осы видеода ем айтылады. Видеоны соңына дейін қараңыз. Сәлем, құрметті алтын достарым. Бүгінгі видеода ерлердің ауруы простатит туралы айтатын боламын. Видеоны бастамас бұрын лайк бас, комментарий жазып, және достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Алдын ала рахмет, достар. Простатитті үй жағдайында емдеу үшін ол үшін 1 литр қайнаған су аласыз. Ол суды тазикке құйып аласыз. Оның үстіне 1 қасық йод саласыз, және де 1 үлкен қасық сода саласыз. Жақсылап араластырып аласыз. Сосын араластырып болғаннан кейін үстіне ваннаға отырған секілді, яғни үстіне отырасыз. Осы бірінші емі. Екінші емін айта кетейін. Екінші әдіске сода аласыз. 2 үлкен қасық сода саласыз стаканға. Оның үстіне қайнаған ыстық су құясыз. 250 мл. 250 мл су құясыз. Судан кейін жақсылап араластырасыз. Сосын осы қоспаны жылытып аласыз. Жылытқаннан кейін грушамен клизма жасайсыз. Бірінші содамен жасар алдында қарапайым сумен тік шектерді тазартып аласыз. Содан кейін барып содамен жасайсыз. Бұл әдісті аптасына 2 рет жасаңыз, одан көп жасауға болмайды. Осы қарапайым әдісті үй жағдайында өзіңіз жасап аласыз. Простатитке ем. Осы 2 әдісті жасар алдында бірінші дәрігермен кеңесіп алыңыз, содан кейін барып жасаңыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, қазақ елі аман болсын, сау болып тұрыңыздар. Айтпақшы достар, ұмыт барады екен, каналыма тіркеліп, лайк басып, және де комментарий жазып кетіңіздер. Осы ауру сізде кездесті ме? Және достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Сау болыңыздар.